Мен Манап Насырдин Абдимитұлы 1969 жылда Қазақстанда туылғам. Арыз беретін себебім күйеу балам Хасанжан Қари, Қытай граждан паспорты. Бұл Қазақстан вид на жительство паспорты. 2017 жылы февраль айында Атуш қаласына Қытайдағы Атуш қаласына жұмыстарға мен барғанда Қытай сақшылары паспорттарыны, паспорттарыны, документтерінің бәрін алып қойып, бұны шетелге шықпайсың деп рұқсат бермей қояды. Арадан айлар өтіп, октябрь айында, бұл февраль айында паспорттарын алып қойса, октябрь айларында Қытай тәрбие лагеріне деп қамалады. 2018 апрель айында себепсіз түрмеге қамайды. Осы арада имам Хасанжан Қариның имам Құсан деген ағасы, өзден жасы үлкен, 60-ға жақындап қалған адам еді ол. Лагерінен өлігіні үйдегілеріне қайтарып береді. Қытай сақшылары өлігіні. Балдарының паспорттары. 4 қызы, 2 ұлы бар. Кішкентай ұлын әлі көрген де жоқ. Енді біздің талабымыз Қазақстан президенті Нұрсұлтан Абишевич Назарбаевқа және ұлттар ұйымы, бірлескен ұлттар ұйымына, президент Дональд Трампқа, Европа лидерлеріне және Россия президенті Владимир Путинға, Өзбекстан президенті Шавкат Мирзияевқа өтінішпен Хасанжан Қари Қазақстанға өзінің семьясына алдына қайтарып беруіне сұраймыз.